бос уақытын жақындарымен, туған туыстарымен, немесе достарымен үлкен экранда кино көріп өткізуге әуес. Бірақ кинотеатрда өзін-өзі ұстау ережелерін көпшілік біле бермейді. Армысыздар, эфирде этикет бағдарламасы. Бүгін біз кинотеатрдағы әдеп ережелері жайында баяндаймыз. Кезінде француз королі Людовик 18-ші дәлдік хандарға тән қасиет деп айтқан болатын. Бұл сөз әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Кинотеатрда сеанс басталып кеткеннен кейін залға кіріп жатқан адамдар қалған жұрттың мазасын алатын жағдайлар бәрімізге таныс. Сол себепті фильмнің басталуына кешікпеген жөн. Алайда өмірде түрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін. Бірақ көбіне киноға келгендер барда сусын алуға кезекте тұрып қалады, немесе сауда орталығын аралап кетеді. Менің ойымша, осы кинозалда отырған адамдардың күлкілері мені қатты мазалайды. Олар осы маған кедергі жасайды. Фильмге келер кезде, отырған күшті көріп жатқан кезде, диван креслоның артына келіп, курткаларын іліп тастайды. Оны шылым иісі, және духидің иісі, не бір иістері болады. Сон маған мазалайды. Кинозалға кірген кезде ата-аналар өздерімен бірге балаларын алып келгенге қарсы қараймын. Өйткені дұрыс, егер балалар көретін мультфильмға алып келсе. Үлкен адамдардың, ересек адамдардың көретін кинолары, олар өздерінде жастарына байланысты өздерінің 16 жастан бастап көретін кинолар бар. Ол кезде қорқынышты кездері болады. Кино көріп отырған кезде көбінесе қарсы отырған, болмаса артта отырған адамдардың орындықты тепкені, шашыңнан тартатыны, болмаса жаңағындай отырып алып телефон жарығын түсіріп, сөйтіп артық сөйлеп отырғандар көбіне ұнамайды. Адамдар попкорн жеп жатқанда бүкіліне шашады, мысалы көп сөйлейді, қатты сөйлейді, телефонмен болады, сөйлеседі. Кинотеатрдағы көрермендерді алаңдататын тағы бір фактор – ол ұялы телефон. Сеанс басталмас бұрын электронды құрылғыларды өшіру туралы хабарлама жасалады. Алайда оған мән бермейтіндер әрдайым табылады. Кейбіреулер тіпті айғайлап сөйлеуден жалтармайды. Бірақ әдептілік ережесі бойынша залдан шығып кету керек. Телефонның жарығы да ыңғайсыздық туғызатыны анық. Фильмді көріп отырғандардың көңілін елең еткізеді. Когда я нахожусь в кино, я всегда ставлю свой телефон на беззвучный режим. Кинозалға кірген бетте мен телефонымның дауысын өшіріп қоям. Фильм әрі кетсе 2-ақ сағат жүреді. Осы уақыт ішінде басқа көрермендердің мазасын алмау үшін телефонмен сөйлесуден бас тартуға болатын сияқты. Кинотеатрда фильм қарап отырғанда тыныштық сақтау ол әдептілік ережесі. Экранда көрсетіліп жатқан дүниені көршіңізбен қызу талқылап жатсаңыз, басқа адамдарға кедергі келтіретін боласыз. Қатты күлуге немесе эмоциямен сөйлесуге де рұқсат берілмейді. Бейне фильмнен алған әсеріңізбен сеанс аяқталғаннан кейін де бөлісуге кеш емес. Ал шапалақ ұруға тек киноны түсірген топ мүшелері залда отырса ғана болады. Кинотеатрдағы өзекті мәселелердің бірі ол тамақ. Әдетте көрермендер попкорн жегенде қатты дыбыс шығарады. Мүмкіндігінше оны азайтуға тырысу керек. Оның қағазын немесе сусынның бөтелкесін алдын ала ашып алыңыз. Сеанс біткеннен кейін бүкіл қоқысты жинап алып, арнайы жәшікке апарып лақтырыңыз. Алдыңызда отырған адамға ыңғайсыздық келтірмеңіз. Отырған орындығын теуіп, арқасына киім ілуге болмайды. Ал кішкентай баласымен келгендерге киноға жас санаты бойынша қойылған шектеуге назар аударуға тура келеді. Себебі кейбір бүлдірушілерге фильм мүлдем қызықсыз, немесе керісінше қорқынышты болуы мүмкін. Сол кезде бала еркелеп, басқа көрермендерге кедергі келтіре бастайды. Оны байқасаңыз, сол мезетте баланы алып сыртқа шығып кеткеніңіз жөн. Қарапайым әдептілік ережелерін ұстанған адам қоршаған ортада әрдайым сыйлы болады. Өзіңіздің әрекетіңізге қарай сізге деген пікір қалыптасады. Сол себепті этикет ережелерін есте ұстайық, табысқа бірге қол жеткізейік.